Кешқұрым екі взвод қамданып болды. Лейтенант Данскихтың тобы Роза өзеніне салынған көпір түбінде еді. Атыма мініп, соларға бардым. Жорыққа сайланған 54 жауынгер тізіліп сап түзеп тұр. Бәрі де буынып түйініп алған, қолдарында қаруы, арқаларында қапшығы, белдерінде оқшантай гранат сөмкесі. 4 жауынгер иықтарына бір қол пулеметті артып алған. 3 жігіттің арқасында телефон сымының шумағы. Бұлар телефоншылар. Взводқа 2 санитар берген. Бұлардың дорбаларында жарақаттанатын мақталы шүберек, ақ үлдірек және дәрі-дәрмегі. Оң жақ флангіде взвод командирінің жәрдемшісі сержант Волков тұр. Бұл жігіт соғыстан бұрын бір өндірісте слесарь болып істеген, әрі шебер, әрі батыр. Жұмыс десе өгіз қара күші бар. Өзіне біткен мінезі, үнемі тұнжырап жетін кезегі келгенде тіс жарғаны болмаса, қаңқа сөзбен ісі жоқ тұйық адам. Әнеугүні түні бұ да жорыққа қатысып Середаға барып қайтқан. Айтушының сөзіне қарағанда, бұл ұрыста да үн жоқ түн жоқ қимылдап, кездескен жауды жайрата беріпті. Қайтып келгесінде басқаларда елепірген жоқ, бұрынғы қалпынан айныған жоқ. Осы қасиеттерін елеп, оны Данскихқа әдейі серік қылып қосып бердім. Өйткені басқалар да мұның айнымас мінезін біледі. Жау алдында бірен-саран шайлыққандар болса, бұл оны табанды атып тастаудан тайынбайды. Сапта тұрғандарды көзіммен бір шолып өттім. Бұлардың ішінде ұрысқа бірер рет қатысып аз да болса кезіккендері де, әлі де ауызданбаған жаңа талаптар да бар. Күні ертең ақ мұндайлар ажал оғы түтетіп, арпалыстың тізесіне түсіп, сынақтан өтпекші. Айтар сөз айтылған, істер іс тапсырылған, міндет түсіндірілген. Енді бұларға не демекпін? 50 адымдай жерде Жайбарақаттың төбесінде зәулім биік қарағай тұр. Взвод болып соны көзден бір мезгілде залпымен оқ атсын дедім. Менің командам бойынша жауынгерлердің бәрі солға қарай қырын бұрылды. 50 винтовка бірден лып көтеріліп, ағашқа кезеккендей. Майланған затворлары сырп-сырп етеді. Жауынгерлер ақтық команданы күтіп тынып тұр. Мен огонь дедім. Ымырт қараңғысында 50 мылтықтың аузынан жарқ-жұрқ от шығып, бір келкі сат үргітір үн құлақтан тұндырды. Артыншақ опырылып қар бетіне түскен бұтақтардың дыбысы естілді. Тағы да мылтық затворлары сырт-сырт етіп, әуелгі тыныштық қайта орнады. Әлгі әсем қарағайдың енді сәні кетіп, бұтақтары сирексіп қалған еді. Огонь дедім тағы да. Бұл жолды жарқ-жұрқ қызыл жалындар сыртқа теуіп, бір дүркін атылған 50 винтовканың сарыны айналаны жаңғырттырды. Қарағайдың бір сыпыра салалы бұтақтары дағы сынып түсті. Огонь! Үшінші атқанда ағаш басы опырылып, еңкейіп барып, бетінде төменгі бұтақтарын сындыра жерге гүрс етті. Зәулім қарағайдың әлгіндегі сүйір төбесі енді мұқылданып, едәуір аласырап қалды. Винтовкалар қайтадан аяқ түбіне түсірілгенде, мен жақсы атады екенсіңдер дедім. Жауынгерлер бәрі бір дауыстан Совет одағына қызмет етеміз деп саңқ ете түсті. Ұласқан дауыс залпымен атылған 50 жұмылтықтың үніндей айналаны жаңғыртты. Немістерді команда бойынша осылай залпымен атып, жайратыңдар. Жауға нөсерлете оқ төгіндер, басына ажал ойнатыңдар. Ал лейтенант Данских, баста, жолдарың болсын. Басқа жерде мен Брудныйдың взводымен де осылай қоштастым. Келесі күні былайша айтқанда октябрьдің 18-інде Данскихтың немесе Брудныйдың взводы ұрысқа кілігер деп ойлаған едім. Бірақ ол күні де 19-ында да немістер біз тарапқа аяқ баспады. Екі взводтың әрқайсысы айтулы жерге шеп құрып, жол жағасындағы тал арасына мықтап бетілген еді. Бақылаушылар биік қарағайдың басына шығып, үнемі қарауыл қарайды. Бірақ екі жолдың бойы да бос, маңайда қыбыр еткен жан жоқ. Белгілі бір сағаттарда Данских пен Брудный күніне бірнеше рет телефон арқылы жау көрінбейді деп хабарласады. Валамскінің бекіністі ауданының біз орналасқан ортақ шебі әлі де тыныш. Әзірге жау тарапынан таянған тықыр жоқ. Керектесе немістер барлаушыларын да жібермейді.
Оның есесіне сол жағымыздан Руза өзені қақ ағы жарылып, аққан сонау қалың ормандардың ту сыртынан зеңбірек сарыны дамылсыз естіліп тұрады. Онда біздің зеңбіректің жаудың танкілерімен тайтыласып жатыр. Жаудың салмақ салған жері дивизияның сол жақ қанаты болғасын, Панфилов барлық зениттің пулеметтері, оның ішіне маған берілгендерін де сонда жіберткен. Әнеу күні ғана біздің оң жағымыздағы көршілес батальонның бір ротасын алып, оны да ұрысқа жөнелтті. Кеткен ротаның орнын біз өз күшімізбен толтырдық. Күндіз зеңбірек сарыннан құлақ тігіп, түнде ұрыс өртінің күрең сәулесіне көз салып, біз майданның қалай қарай ауысқанын аңғарып отырмыз. Ұрыс дүбірі алып тастамаса жақындаған жоқ. Бірақ бара-бара біздің ту сыртымызды орай ішке қарай ілгері жылысқан сияқты. Ол алаптағы ұрыс жағдайының ұзын ырғасын білетінмін. Немістер бұрынғы бағытынан аумай, қосымша күш келтіріп, қысымын үдете түскен. Олар 2-3 дивизиясының, оның ішінде танк дивизиясын ұрысқа салып, Можайск пен Волоколамскінің арасындағы көлденең тас жолға Рокадағы жарып өтіп Таламаламскіге бет құрған еді. Біздің батальон сол майдан шебімен қатарлас көлденең жолда ұрысып жатқан әскерлеріміздің бір бүйірі мен тылын жаудан қорғауға тиіс еді. Бірақ немістер бізге әлі әзір тиіскен жоқ. Жау бізден 12-15 километр алшақ жатқан. Октябрьдің 20-сында Данских мезгілсіз телефон соқты. Жолдас комбат, неміс солдаттары мінген автомашина келе жатыр. Бір машина ма? Я, өткізіп жібер. Бірнеше минуттан кейін Данских тағы да телефон шалды. Жолдас комбат, машиналар колоннасы көрінді. Бәрінде де жаяу әскер. Қанша? Әзіргісі 10, артын көрінбейді. Жоқ, 12 дейді. Қазір ғана айттым. Ал Данских дей бергенде, ол аузымдағы сөзімді іліп алып, қапы қалма дейсіз бе, жолдас комбат, деді. Иә, қапы қалмаймыз, өкінбейміз, жолдас комбат. Данских телефоннан кетсе де, мен бұрынғысынша трубканы құлағыма тосып тұрмын. Сонау жол бойында әрекетке кіріскен взводтың хабаршысы да терең ортаға беріліп ап, көрген білгенін телефонмен хабарлап тұр. Әр сөзін еліріп тыңдаймын. Оның түнін қайынашпен айтқанын қарап, істің төркінін танимын. 8 километр жердегі хабаршының көргені менің де көз алдыма келгендей болады. Қырбақ қар түсіп, ағарғанша тартқан қатқыл жол бойымен шұбап келе жатқан ұзын-ұзын ашық автомашиналар, машина үстіндегі орындықтарында қас-қатар тізіліп отырған көк шинелді, көк пилоткалы солдаттар бәрі де автомат пен винтовкамен қаруланған. Сырттан қарағанға немістердің бұл қылығы ғажап боп та көрінер. Бет алдарында жау бар екенін біле тұра, олардың қаннен қаперсіз келе жатқан ақылға сыяма деушілер болар. Бірақ сол кездегі шындық осындай еді. Алғашқы табыстарына есірген гитлершілдер 1941 жылдың күзінде кейде осы ретпен керек десе алға дозарланып, барлаушыларын жіберместен машиналарын жайласып отырып, ілгері өңмеңдей беретін. Русь кездескен қалған кезде айбатымыздан шошып қаша жөнелер деп ойлайтын. Сол Русі үркіп қашудың орнына мылтықтарын кезеніп, жайпап ататын кезеңді күтіп, жолдарын тосып жатыр еді. Телефонда бір тырсыл естілді. Мен телефоншыдан ол не деп сұрадым. Тағы да бірдеме тырс етті. Ол не деймін? Қайыра сұрадым мен, тықыршып. Атып жатырмыз, жолдас комбат. Мен де атып жатырмын. Қалай атып жатырсыңдар? Команда бойынша, залпымен. Немістер қайтты. Біразға дейін жауап болмады. Бір мезгілде телефоншы масаттанған үнмен: "Қашып барады, Аллахи, қашып барады" деп даурықты. Менің де көңілім өсіп, жүрегім алып ұшты. Өздерін жоғары нәсілділер ұрпақтары деп санаған, жалпы әлемді жаулайтын жеңілпаз күшпіз деп күпіндеген немістер пандыған ұмытып тәртібін бұзып кетіп, үріккен қойдай тым-тырақай қашса, бұған қуанбасқа бола ма? Әттең не керек? Қазір дайын тұрған атты әскерің болар ма еді? Андатып, артынан қудыртсаң, есі кетіп тұрғанда емін еркін қыра берсең. Қуанышпен бірге жаудың тәнін тесетін, оны жаннан бездіретін бізге де күш бар екенін, жеңіске жетудің өзгеше бір сыры, кілті болатынын аңғарттым. Тек сол кілттің тілін білу керек екен. Бірер сағат өткенде Данских телефон арқылы мынандай хабар жеткізді. Тосқауылда жатып тосыннан оқ атқандар алғашында 100 шақты немісті қырып, сау қалған 300-дей ме 400-дей ме ізіне түскен, қуғыншы жоқ екенін білген соң қайтадан есін жиып, тәртіпке келіп жатып алып атса бастапты. Мен Данскихқа былай дедім: "Мейлі, атса берсін. Бізге керегі де сол. Көбірек бөгілгені жақсы, айналдыра түс.
өз азамдарыңды мықтап бекіндер, бірақ жан жағыңды байқаста сақ болыңдар. Телефон арқылы ұрыстың мән-жайын біліп отырдым. Немістер ең әуелі автомат, винтовка, пулеметтермен оқ жаудырып, сонан соң минометтермен де атқылай бастады. Жаудың ол кездегі бір артықшылығы минометтердің көптігі еді. Немістер минометтерін жүктеп алып, машиналарына отын сияқты тиеп жүретін. Немістер 2 сағат атқылаған соң барлаушыларын жіберіпті. Бірақ алдарынан тағы да бұршақтай жауған оққа ұшырап кейін шегініпті. Мен телефонмен рота командирлеріне ұрыстың бет алысын айтып, осы хабарды тездетіп жауынгерлерге жеткізіңдер, жол бойындағы достарының жауды қалай жамсатып жатқанын білсін дедім. 2-ші ротаның командирі егде тартқан Байсалды Севрюков. Жауынгерлер біледі, жолдас комбат, деді маған. Қайдан біледі? Сымсыз телефон бар, жолдас комбат, деді ол көңілді үнмен. Неткен телефон? Сол жақтан жарылылар жерде жолдас комбат жарыса сөйлеп, көрген білгендерін айтып жатыр. Ғажап өздері. Жанға батарлық жарақаттар да елдер емес. Еңселері көтеріңкі. Немістің әкесін таныттық дейді. Бұларды көріп әңгімесін тыңдап, басқа жауынгерлерде мәз-мейрам болысып қалды. Көрдіңіз бе, жолдас комбат? Жаралылар да жұрттың рухын көтере біледі екен. Келгені қанша? 4-еу. Жарақаттары таң улы дегенмен дереу дәрігерлік пунктке жіберу керек еді. Бірақ ауызда әңгімеден босар емес, қалай ұрысқандарын айтып жатыр. Қалай жіберерсіз? Менің бойымды кернеген қуаныш, бүгінгі жеңіс қуанышы әр кеудеге ұялаған еді. Севрюковтың әңгімесінен, көңілді үнінен мен осыны сездім. Мен телефонды ілгенімде батальон штабының бастығы сөзге сайрақ, бірақ пайымшыл, ашық жүзі Рахимов лып етіп ұшып тұрды да, рұқсат етіңіз, жолдас комбат. Жаралыларға барып, жағдайды анықтайын дедім. Жарайды, барыңыз. Арада біраз уақыт өткенде Данских мені тағы да телефонға шақырды. Ол неміс шебінің флангілерінің қырық-қырықтан 2 топ солдат бөлігін шығарып, взводтағы 2 жақтан орай бастағанын айтты. Данских абыржулы. Үнінен күдіктің сытылып кетер кез жеткен жоқ па дегендей беймаза сұрақтың емеуріні сезіледі. Бірақ ұялшақ әрі намысшыл сабаз Данских ауызша батып сұрамады. Мен оған қаймықпа, Данских, дедім. Жаудың алдын тосуға адам бөл. Келе бергенде оқпен қарсы алсын. Жаудың өзі де сенен қорқады. Батыл болсан, пақыр болмайсың. Келесі жолы Данских, жолдас комбат, 3 жақтан бірдей атып жатыр. Русь, қаруыңды таста, беріл деп айқайлайды, деді. Сенше, біз де атып жатырмыз. Дұрыс, сөйтіп әлек қыла бер. Данских ақырында өз ойын айтып салды. Жолдас комбат, қоршап алуы мүмкін. Түк етпейді. Кеш батуға айналды. Қараңғыда шығасың. Берік бол, жігітім. Бәлкім сіз Данскихтың сонша абыржығаны несі дерсіз? Біз есептен ол сізге жігерсіз жалтақ боп та көрінер, бірақ ұрыс ойыншық емес. Ол кеңсенің столынан, үйреншікті станоктан, жайшылықтағы атыс шабыс машықтанынан, әскери оқудан өзгеше сынақ. Кісі тұңғыш рет сондай сынға түсіп, ажал оты ойнаған арпалысқа келіксе, минут сайын, секунд сайын басына қатер төнгенде өзгермей, сыр білдірмей қалалар ма? Біз Данских емес, ұрысқа алғаш кірген, әркім ақ ысылғанша, көндіккенше, жан түршіктіргенше сезімді бастан кешіреді. Осыны еске алсаңыз, Данскихтың мезгеулік қобалжығанын себебін түсінер едіңіз. Арамыз алшақ болса да, тәп қазір мен оның ішкі сезімін, ойын таныдым. Оған қайрат, қуат беруге талпындым. Күтпеген жерден Данских тағы да телефон соғып немістердің шегінгенін хабарлады. Бақсам, күн баптып, ымырт жабылған екен. Немістер біздің жігіттерді атыспен де босқа айқаймен де ала алмаған соң кеш бата өліктерін теріп ап, ізінше кейін қайтыпты. Шағын ұрыс болса да шу дегенде ақ жаудың тауын шағылдырып талабын қайтардық. Бақыт құсы басқа қонып, мұратыма жеткендей қуандым. Сонау жол бойындағы жеңімпаз сұңқарларыма ұшып жетіп, әр қайсын аймалап сүйгім келгенде еді. Сол түні лейтенант Данскихтың взводы қоныс аударып, басқа жерге бекінді. Басқада аудио кітаптарды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, келесі видеоларды көруге ұсынамын.